Ассалаумағалейкум достар, мен Асик YouTube. Короче, біздер деген Sigma Party деген ойынды інім екеуміз ойнайтын боламыз. Інім амандасып қой. Ассалаумағалейкум достар, Батырхан. Короче, отыр. Так, біздер деген осы тапауай ойынның үшеуін ойнауымыз керек. Біз 4 адамдыққа ойнаймыз. Сонда екеуі ойнамайды, екеуміз ғана ойнайтын боламыз да. Так, өзің таңда енді. Футбол? Давай. Ондай поле қойып, короче. Екеуміз ғана движение жасап отырамыз. Ебана допты алмай қалдым мен деген. Бол. Ебана гол қалмай қалғансың ғой. Кейде жүрмей қалады. Қағу алады ғой. Ебай, надо ғой доп. Бешиш. Бермейді ғой, короче. Жоқ. О. Мен. Жортығы жүрген соң ғой. Енді боқты отсам ренжімеңдер. Ой, ема. О, рахмет. Блин. Бол. Ема. Батырғанға өшедім. Бля. Бір, короче. Енді бізде екі ойындықты бастасақ, себебі болады ғой. Екі ойындықты бастасақ, короче, бірге бір шыға алмаймыз да. Анады бот ойнап жүреді. Солай. Сондықтан 4 адамдық бастап, сен өзің қолдап жүрсің. Ладно. Так, менюді басамыз. Пицца істейтін ойындар бар ғой, соны ойнайсың ба? Пицца істейтін ойын. Короче, мынау 4 адамдық қойып, екеуміз ғана. Короче, мынандай сұрап тұр ғой менде. Короче, мен мынаны алам да. Мына жерден жапырақты алам. Я. И потом мында тапсырам. Мен қашты. И потом сен көксің ғой. Сенкі помидормен андай сұрап тұр да. Вот тауықтың етін. Короче, мен осыларды апарам. Кім көп пицца істейді, сол жеңеді. Так. Мынаны алып келейік. Так, давай. Жүрмей жатыр ғой. Кейде жүрмей қалады екен да. Так, екінші пицца дайын болды, уже қандай? Ой, блин, ана жапырақ қайда? Екеуі де ана жерде ғой. Так, енді каналды бастағаныма менде деген бір-ақ күн болды, сондықтан подписаться етуді ұмытпаңыздар. Менде басқа ютуберлер сияқты дамығым келеді, болады ғой. Сол сияқты менде сол ютубты бастайын деген оймен бастадым. Реклама шығып кетті. Ренжімеңіздер, реклама шығып кетті. Так, екі ойын ойнадық, екеуінде де мен жеңдім, я. Так, енді осы таңдасын енді. Мына что за ойын мен білмейткем. Так, мынаны таңдасайық, мынандай карта. Не істейді мынада? Шығар жөрту керек па ананы? Өзім батып кеттім. Мен де батып кеттім. Мынаны жөртесайық. Бұл енді мынау бот, сондықтан играть снованы басамыз. Негізі екеуміз екеуін шығарып жұрту керек қой. Короче. Шығарып жұрту керек мынаны. Өзім батып кеттім жайды. Мен мына сары бола сайын енді. Ема? Мен түсініп қайттамасек. Так. Екеуін бірінші шығарып жүртейік. Өзім жайды. Так. Ема, мен шығып кетер жазадым ғой. Кетті қал. Мен түсініп короче. Бүйтіп құлап баратасың ғой сізге. Мынаны басып қалды, сосын ұшып кетті. Так, мыналарды шығарып жүртейік. Осы соңғы каттық болады ау. Өйткені көпке созылып кетті. Кеттік. Ема. Мына басқа алмайды ғой. Жоқ, мен басқа жерді басып тұрдым. Ема, мен батып кеттім ба? Чуть-чуть қалды ғой көзімде. Мына рекламада бір нерв ұстатты ғой таза.
өтіп жүйтіп қалды көрдің ба ерге де күшігенде енді соңғы рет ойнап жүрдік. Так, мыналарды бірінші өзіңді ше. кет 1 2 3 короче 20 бүкіл тастарды сындырып тастайық. Күте тұр. Ақырында пасына бар. Жай өш қалып жүресің сен. Кеттік. Ой, мына қабылдама. Так, мен неше рет победа алдым? Қанша? 2 рет победа алдым. Біреуін нуб алып, екеуін мен алдым, сен біреуін алдың. Короче, достар, біз 3 ойын ойнадық. Короче, үшеуінде де мен жеңдім, иә. Себебі жаңа 4 раунд ойнадық, оны білем. 1 раундта бот ұтып кетті, оны санамадық. Сонда біз 3 раундтың 2-інде мен ұтып тұрмын да, біреуін інім алып тұр. Сонда жаңағы пицца ойында да мен ұттым, осы ойында да мен ұттым, сосын футболда да мен ұттым. Енді өкінішке орай інім ұтылып қалды енді. Інім өзің ойында айтып жүр. Қиын болды әңгілетін. Just деп бұрылмай жатыр. Короче, біздің мына ойынға білдіретініміз, мысалы 1-ден 10-ға дейін оценить етейікші осы ойында. Мен примерно 1-ден 10-ға дейін 7-ні беремін ау. Сен ше? Мен 10-ның 5-ін берем. Ұтылып қалғаннан кейін енді оценкасын аз беріп отыр. Короче, достар, давай. Мен осымен